Сәлем достар, бүгін сіздермен өзімнің тапсырысқа алып жүрген корзинкаларының тарталеткин рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ұнымызды осылай еліктен өткізіп дайындап аламыз. Келесі кезекте салқын сары майды осындай терканың көмегімен өткізетін боламыз. Оңай жабыспай, оңай өту үшін осылай ұнға аунатып отырасыздар. Енді осылай қолымызбен жаңағы ұн мен сары майымызды езіп, крошка жасайтын боламыз. Үстіне қант ұнтағын саламыз да бір рет араластырып жібереміз. Енді біз қалған ингредиенттеріміздің барлығын қосып қамыр жасайтын боламыз. Жұмыртқаны, қаймақ, бір шай қасық қопсытқышты салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Егер де сіздер жинап жатқан кезде осылай қолға жабысып тұрса, шамалы ұн қосып жіберуге болады. Біздің қамырымыз міндетті түрде жабыспайтын болу керек қолға. Мен сәл ғана ұн қостым. Енді осы дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке салып қоямыз. Қамырымызды холодильниктен алып, енді тарталетке жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай тарталеткеге арналған формочкалар керек болады. Бұндай формочкалар кондитерлік дүкендерде сатылады. Оны майлап керек емес. Осылай қамырды мен дөңгелетіп, формочкаларға бөліп шығамын. Өзіме осылай ыңғайлы, осылай жасап үйренгенмін. Формочка ыңғайластырамыз. Жаңағы қамырымызды осылай астынан бастап үстіне дейін өзі көтеріледі. Астынан басып отырамыз. Және де артық қамырды осылай алып тастайсыздар. Осылай тағы да көрсетіп жіберейін мұны. Осылай астынан бастап, үстіне қарай көтеріп өзі формочкаға жайғасады. Видеода анық көрсете алдым деп ойлаймын. Осылай артық қамырларын алып тастаймыз. Барлығын жайғастырып шықтым. Менде кішкентайдан 20 корзинка шықты. Және артылып қалған қамырдан осындай 2 үлкен формаға салып жайғастырдым. Енді осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз 180 градусқа. Және вилкамен осылай тесіп шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 15-20 минутта пісіріп аламыз. Біздің корзинкаларымыз пісті. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен ыстықта ұстап тұрмын қазір. Формасына жабыспаған, оңай алынып жатыр формадан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода осы тарталеткеме қолданатын креммен бөлісетін боламын.